أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه Бәйне сүресі. Аннас ибн Малик радиаллаху анху риуаят етеді. Аллах елшісі саллаллаху алейхи вассалям Убай ибн Каабқа: расында Аллах тағала саған ләм якунил ләзина кафаруды оқып беруімді әмір етті деді. Иә деді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям. Сонда Убай көзіне жас алады. Байна сүресі Ләм Якун сүресі деп те аталады. Сүре Мәдине қаласында түскен. Сүреде келесі жайттар баян етіледі. Бірінші, Хазіретті Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалям пайғамбарлығына қатысты кітап иелерінің көзқарасы. Екінші, құлшылықты Аллаға деген ықыласпен жасау. Үшінші, ақыретте бақыттылар мен бақытсыздардың қайтар орны. Қасиетті сүре басында Яхуди мен насаралардың Аллах елшісі саллаллаху алейхи вассалям насихатына қатысты ұстанымдары жайлы әңгімеленуде. Кітап иелері пайғамбарлық келгенде ақыр заман пайғамбарының саллаллаху алейхи вассалям сипаттарын білетін. Тіпті соңғы пайғамбардың келуін күтуде еді. Алайда елшілердің сұлтаны келген кезде оның пайғамбарлығын жалған деп қарсылық пен қырсықтық танытты. Кейін сүре иманның маңызды құрамдас бөлігі құлшылықтағы ықылас жайлы баян етеді. Пенде сөзінде, іс-әрекетінде және ғибадатында тек Аллах тағала разылығын ниет етуі ықылас. Сондай-ақ кітап иелері мен мүшриктерден құралған кәпірлердің қайтар жері жайлы, олардың мәңгілікке қалатыны айтылады. Сонымен бірге мұсылмандар жағдайы
олардың ең биік мәртебелері және жәннатты мәңгі мекен ететіні әңгімеленеді. Олар жәннатта пайғамбарлар, шыншылдар, шейіттер және ізгілермен бірге. Бұл олардың әлемдер Раббысына құлшылық етуі және разылығын іздеуінің сыйы. Бәйна сүресінің алғашқы аяттары. Кітап иелерінен және мүшриктерден, Аллаға серік қосушылардан, қарсы шыққандар, күпірлік өткендер, өздеріне бір ашық дәлел келгенге дейін ажырамаған еді дейді. Кітап иелері яхуди мен христиандар, ал мүшриктер пұтқа табынушылар. Ашық дәлел Құран немесе Аллах елшісі саллаллаху алейхи вассалям. Келесі аятта ол дәлел кіршіксіз таза жазбаларды оқитын Алла тарапынан жіберілген пайғамбар еді дейді. Бұл дәлел Алла құзырынан жіберілген елші Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалям. Ал елші оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, оларға Құранды жатқа ешбір бұрмаламай және жалған сөз қоспай оқып беруде. Әсілі пайғамбар саллаллаху алейхи вассалям оқу жазуды білмейтін кісі болды. Үшінші аятта ол жазбаларда ең тура үкімдер бар делінеді. Нұсқаларда жазылған аяттар ешбір бұрмалауы жоқ үкімдер. Бұл нұсқаларда ізгілік пен тура жол бар. Келесі аятта дегенмен өздеріне кітап берілгендер оларға ашық дәлел келгеннен кейін ақ бөлінді делінеді. Кітап иелері Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалям пайғамбарға қатысты анық дәлел келген кезде ішінара жақтаушы мен қарсы келушілерге бөлініп кетті. Кейбірі иман етсе, кейбірі қарсы шығып кәпір болды. 5-ші аятта олар ғибадатты нағыз Аллаға, шынайы ынтамен намаз оқулары, зекет берулері үшін әмір етілген. Міне осы дұрыс дін делінеді. Кітап иелері өздеріне түскен Тәурат пен Інжілде Аллах тағалаға серік қоспай құлшылық етуге, құлшылықтарын тек Аллаға арнауы, ықылас етуге, серік қосудан аулақ болуға, жалғаннан қашып, ақиқатқа жақын болуға, парыз намаздарын өз уақытында толық оқуға және зекетті мұқтаждарға беруге әмір етілген еді. Міне бұл тура дін. Алайда олар кітаптарын бұрмалап, өзгертіп, ғалымдар мен діндарларына құлшылық ете бастады. Құранда бұл жайында олар яхуди насаралар, ғалымдары мен мәшайықтарын және Мәриям ұлы Исаны Алладан өзге тәңір етіп алды делінген. Хашият әс-Сауиде бұл аятта құлшылықтар арасынан намаз бен зекетті айрықша етіп айтуы, намаз бен зекет қалған құлшылықтардан дәрежесі жоғары болғандықтан дейді. Келесі аятта анығында кітап иелерінен күпірлік еткендері Құран мен елшіні мойындамағандары және мүшриктер мәңгіге тозақ отында қалады. Міне солар жаратылғандардың ең жаманы делінеді. Кітап иелері яхуди мен насаралардан шыққан кәпірлер мен пұтқа табынушылардың қиямет күні қайтар жері тозақ оты. Олар жаһаннамда мәңгілікке қалады. Міне олар жаратылыс ішіндегі жағдайы ең жамандары. Бұл олардың көре алмаушылық пен адасушылыққа салынып, ақиқаттан бас тартқан үшін берілген жаза. Келесі аятта ақиқатында иман еткен және ізгі іс жасаушылар, міне олар жаратылғандардың ең жақсысы делінеді. Аллаға және елшісіне сенгендер, сонымен қатар Аллах тағала әмір еткен ізгі амалдарды істегендердің қайтар орны мен жағдайы ең тамашасы. Сүренің соңғы аятында Раббыларының құзырындағы олардың сыйлықтары астарынан өзендер ағатын ғадын жәннаттары
олар онда мәңгі мекен етеді. Аллах олардан разы, олар да Алладан разы. Міне бұл Раббысынан қорққан кісі үшін делінген. Иман және ізгі амалдар үшін қиямет күні берілетін сауап Аллах Тағаланың жәннаты. Ғадын бұл жәннат атауларының бірі. Жәннат баулары мен бөлмелерінің астарынан өзендер ағады. Олар жәннатта мәңгі қалады. Әміріне бойсынғандар үшін Алла разы болады. Олар да берілген сауапқа қуанып риза болады. Міне бұл әрбір амалдарында Раббысына тақуалық еткенге ұсынылатын сыйлық.